Bayçesi, bizden ecevizsiz. Siz menen biz seni tanabız. Men köp okugan Bişon Kerimov деген балам. Мына өзүңүздө тартынакай сулуу ишик турбайбы? Жакшы. Мен коңуроом бар, сайылдуу убакытта билебиз келиңиз. İçemeyin tamamı. Cemile'ler Kamakta şakırdı mı? Ha, жақсы. İçiniz. Tamamınızda tatlı olsun. Anan bizдің өзіміздің kanallarımız var. Kırgız Tili деген gazetinin redaktörü olan президентке қарашты. Қадыралы әкемнің жанында жүрөбүз. Анан шашпай сүйлөшөбүз. Ассаламу алейкум агайын. Саламатсыңар көрөрман. Эми улуу жараткандын буйругу менен биз ушу кечөөдөн айтып атам. Венгрия дегенде өздөрү анча жактырбайт экен. Мажарстан мамлекетинде, өлкөсүндө биздин мына атактуу аалым, тил илиминин аалымы Кадыралы Коңкобаев акебиздин жетекчилигинде келип, түндөтөн мен 2-3 репортаж бердим. Анан мени кубанткан, айрыкча толкунданткан биздин Коңур, Иштибан, Мандоки, Коңур деген абабыз болгон, боорубуз болгон. Ошо биз кичинекей кезде Темирченгелес сырдын убагында да бизге барып толкуткан киши. Ошо мен Каргада эле мектепте окуган бала элем. Ошо киши барып атканда биз ушул жакта ушу тууганыбыз бар, боорубуз бар деп бала болсок дагы ошо толкунданды эле. Мына ошо кишинин легенда биз үчүн. Мына оңайша эжебиз бизге эже, Коңур абамдын байбичеси, ошол асылдан калган өзүңүз мурассыз, асылсыз ишин жүргүзүп аткан, улап аткан мына ушул кишини ушул жерден жолуктуруп азыр чай ичип чыктык. Анан эжеке кандай жүрөсүз? Ден соолугуңуз, азыркы акыбалыңызды айтыңызчы ошо бизге кыскача көрөрмандарыбызга. Көп рахмет. Сиздерди Мажарстанга кош келдиңиздер деймин. Енді Коңурдун ең бір орындалған арманы осы түрк халқын, түрк тектес, түрк тілді халықтарды басын бір жинау еді. Оны мінекей Қадекең отыр мен жерде бәйбішесімен, Жәмилямен. Бұл кісілер бізге бірнеше рет келген, Коңырдың өздері шақырған, біздің үйде бірнеше рет қонақ болып, бірге әңгімелесіп, ұйықтамай, таңертеңнен кешке дейін талай Будапештте отырған едік. Сол кезде айтатын арманы осы түрік халқын біріктірсек, қазақ, қырғыз, өзбек, қарачай, балқар, татар бәрін біріктірсек, онда біз күшті боламыз. Күшті. Иә. Мысалға бір шыбықты сындыру оңай. Ал көп шыбықтың буынын толып тұрған шыбықты сындыру қиын. Сондықтан біз біргейік, бір болғайық деп бүкіл түрік тілдес халық бір-біріне жақын болсын деп армандайды. Міне ол арманы болды. Мінекей қазір құрылтайға келіп отырсыздар. Бұны Коңур көре алмай кетті. Көрмесе де мына өздерінің жан достары, мамандастары, ағайын болып кеткен. Қазақ, қырғыз бір туған дейді ғой. Ағайын болып кеткен қасымызда міне Қадырәлі мен Жәмила отыр. Өзіңмен танысып жатыр менің. Осының бәрі Коңурдың арманы. Коңурдың арманына жетті. Мен оған қуанамын. Сіз өзіңіз эми Батыш Казакстандын Адай деген уруусунун кызысыз. Билебиз, эми сизди жадыбалдай билебиз баарыбыз. Кыргыз аң сезимдүү окурманы, угарманы баары дайын. Азыркы ишиңиз, азыркы үй бүлөгүңүз жөнүндө айтып берсеңиз, эми Коңур абанын ишин кантип улантып атасыз, эмне иш кыласыз? Енді дұрыс айтасыз, мен Коңур енді біз танысқанда Коңур мен сол Адайдың қыз екенімді бірден байқадым. Ол енді ол кезде жас жігіт, 78 жылы келгенде ол сол ойлады, я қазақ, я қырғыз, әйтеуір бір айырма жоқ. Айырма жоқ, біреуін алам деп келген ғой. Ол уақытта сол таныстық. Ол сол Адайдың қыз екенімді көрді, кіші жүздің қыз екен. Кіші жүздің қыздары ер адамдармен бірігіп, бұрымдарын беліне байлап, атқа жауға шыққан екен, қыл шалып. Соның бір тұқымымыз біз. Қазақтың амазонкасы. Баракелді. Соны ол ойлаған, сол екеуміз Құдай қосып бізді Будапешттен бір шықтым. Өте бақытты, өте керемет өмірім болды. Бір Құдайға ризамын. Ата-анама, халқыма, еліме, осындай жолдас достарыма ризамын. Коңур ерте кетсе де, әлгінгі дейін сол Коңурдың ісін жалғастырып жүрмін. Және
Құдай берген бір ұлымыз бар. Ол ұлым да Атын қандай қойдың дедіңіз? Атлан деген, Атлан. Өзі қойғанда, Өзі қойған, өзі айтқан, қыз болса дана, дана болсын деген. Ол болса Атлан, аттан, жауға аттан. Аттан деген. Біздің айналамыз, біздің түрік халқына, мажарларға мында Европа жау. Түрік халқына орыс пен Қытай жау. Ал енді оған әзір тұруымыз керек. Қыпшақтардың ұраны болған. Ол ұраны жау келді аттан дейді екен. Менің ұлымның аты Атлан болсын деген екен. Аттан қырғыз деген біздің Манастарда тұрады ғой. Аттан қазақ деген онда сол. Аттан Қыпшақ деген екен. Сондай ат пен қоңырдың өзінің айтып жүрген аты еді. Қаншаға келіп қалды? 32-ден. 32-ден. Неше жыл өтті? Енді ол негізі дипломат бітірді. Бірақ 1-2 жылдай парламентте жұмыс жасады. Сол сыртқы істер бөлімінде. Бірақ қазір мына бар ғой, мына компьютер IT дей ма? Сол компьютердің тағыр оқуын бітірді. Сол мамандықпен жасап жатыр. Емежеке бір туғаныңыз өтіп кетті. Мағжан ежелін арты қайырлы болсын. Қырғыз елінің атынан мына Қадыралеке болып сізге көңіл айтты, Құран оқыдық. Енді азыр емне иш кыласыз, ушу тапта емне илимий иш кыласыз, ошол Коңураванын ишин кандай улантасыз? Қазіргі ишим әлі сол университет сабақ берем. Жакшы. Осы жерде эмне деген университет? Қазір бір университеттен мен қазір зейнеткер болдым, пенсияға шықтым. Қазір халық институты деген кіші Қыпшақ жерінде Лакителек деген жерде бір халық университеті бар, институты. Ол жерде шығыстанудан сабақ берем. Менің студенттерім барлығы қазақ, қырғыз, бүкіл түрік халқының әдет ғұрпын, салт дәстүрін, мәдениетін, ән әуенін, музыкасын соларды үйренеді. Оған жыл сайын біз студенттер жиналады. Қазір жаздың уақытында осы 2-3 айдың ішінде студенттер келіп бізден сабақ оқиды. Мен студенттерге әлі күнге дейін сабақ берем. Негізгі мақсатымыз ұмытылған мажарлардың, қыпшақтардың әдет ғұрпын, салт дәстүрін үйрету мажарларға. Мажарларда ар жағымыз бір тектіміз деп айтады. Сондықтан біз қазір негізгі айта кететін нәрсе, қоңырдың бар кезінде біз бір қырғыздар боз үй дей ма? Біздер ағаш үй, я болмаса киіз үй дейміз. Соны өзіміз жасағамыз қолдан. Қоңыр Өзбекәлі Жәнібеков ағамыздың кітабына қарап отырып, оқ, шаңырақ, кереге, басқұр бәрін өзіміз жасап шығарған сол киіз үйдің осы 15-інде, осыдан 85-ші жасадық, бір 30 жыл бұрын жасаған киіз үйдің жақында көрмесі болады. Жақсы. Сондай істеріміз бар. Эми Кадыралеке эки сөз айтып коюңуз. Эжем эки сөз айтсын, мына жерге келип кездешүү болуп атпайбы? Çünkü Abdülhamid Rahmat Türk ağlamının bir keremet adamın eskerdi. Aşanın ömürlük jarı olgan Ayşa Ejekemizin ağabey жақсы eskerүү жасады. Bu Macar жеріндегі Коңырэкенин андан кийин Айша айымдын жасаған иштери бұл абдан бағаланады. Баарыбызга компас баарыбызга жол көрсөтүп элдерге, элдерге. Коңырэке тирүү кезинде биз эң биринчи жолу 89-жылы Москвада окуп жүргөн кезеле мен уулум, кызым Жамиле төртөөбүздү чакырып дүйнөнү тааныгыла. Мажарстандагы түркологияны тааныгыла, эл тааныш керек деп bir ay berip ушунда жатканбыз. Ошондо канча жыл болду ошол таанышкандан бери? Коңырэкенин таанышкандан 1986-жылы Коңырэке Алматыдан Бишкекке визасыз келген. 40 жылга кылдап кетти. Ошол убакыттан бери ооба, эми азыр кийин кеп кылып кетебиз. Экөөс калып, анан эжем экөөс айтып койсун. Эми биз албетте Коңырэкенин максаты ойлогон нерселердин баардыгын бүгүн аткарып өлбөйт, улантып атабыздар. Түрк мамлекеттеринин уюму курулду. Канча эл аралык түрк уюмдарыбыз бар. Катташып, мажар туугандарыбыз 2008-жылдан бери
иши 2006 жыл башталган бул жумуш, курултай жумуш. 2008 жылдан баштап ар 2 жылда бирден ушул курултай өтүп атат. Бүт түрк ааламынан делегациялар келет, пикир алышат, таанышат биримдер. Эми бул жолку 10-чу жолугушуубуз курултай. Бул биздин бириге турган, биздин күч кубатыбызды топтой турган дүйнөгө өзүбүздү, биз мындайбыз деп өзүбүздү Төтө жолдорго келип калдык деп, ошо заман өзү аалам ошону талап кылып атат. ошондуктан мажар калкына, мажар мамлекетине, мажар элине ушуну уюштуруп жүргөн парламенттин орун басары Шандор Лежак агабызга, ошонун иш жүзүндө аткарып аткан Андраш Биро жана анын досторуна биз ыраазычылык билдиришибиз керек. Мамлекет чың ала берсин. Ооба, анан эже экөөсү сиз дагы эми арабанын кошатындай болуп кадыралы экен, өмүр бою коштоп кетпес. Сиз да экөөсү айтыңызмы? Мен айтканда бул Коңураке менен Айшаны биз ичинен дагы сыртынан дагы Жакшы билесиңер деп. Ошондон бери карым катнаштабыз. Бул Айшанын Коңураке өлгөндөн кийин дагы жасаган иштери өтө зор, алардын баарын айтып бүтүш өтө кыйын. Мен Айшага, Атланга жакшылыктарды каалайм. Силердин жакшы нерселерине көп көрөлү. Рахмат. Энди казак айтмакчы деп эжеме кошомат кылайын. Эжекебиз баягы жаш бойдон экен, баягы коңурабага сүйүп алган кезде экен кыргыздар. Мен толкундандым. Аман болуңуз, ден соолукта бололу. Алдыдагы иштерибиз ийгиликтүү болсун. Кел бауырым. Кел бауырым.